бұл бейнебаянда Иса әл-Мәсіхтің екінші рет көктен түсуі туралы хадистерге тоқталамыз. Пайғамбарымыздан қиямет және оның нақты уақыты туралы жиі сұралатын. Кейде сенушілер бұл күнге дайын болғысы келіп, қызығушылық танытатын. Басқа да жағдайларда Мұхаммедке қарсы үнемі сындар айтылатын. Сондықтан да оның жауаптары әр кезде әрқалай түрленіп отыратын. Осы бейнебаянда ақиқатқа сәйкес келетін хадистердің кейбіріне тоқталатын боламыз. Қиямет мерзімі туралы Абу Хурайраның риуаят еткен хадисінде Аллахтың елшісінің күн батыстан шықпайынша қиямет келмейді. Егер күн батыстан шықса, оны адамдар көріп, барлығы иманға келеді. Сол уақытта Аллах былай деді: Раббыңның осындай белгілерінің кейбірі көрінетін күні, ол алдымен иман келтіріп, иманынан жақсылыққа ие болмаса, оның иманы жанға пайда келмейді. Қиямет келгенде матаны жайған екі адам оны сатып алуға, немесе орауға үлгермейді. Және бұл сағат келгенде түйесінің сүтін сауып алған адам оны ішуге үлгермейді. Және бұл уақыт жеткенде тоғанын сазбен жапқан адам одан түйелерін суарып үлгермейді. Және бұл уақыт келгенде аузына тамақ салған адам оны жұтып үлгермейді, делінеді. Яғни бұл хадиске сәйкес қиямет күн батыстан шыққан кезде келеді, кенеттен келеді, делінеді. Әбу Хурайраның сөзінен риуаят етілген хадисінде пайғамбарымыз білім жойылмайынша, яғни дін ғұламаларының қайтыс болуы нәтижесінде, және жер сілкіністері жиіленбейінше, және уақыт қысқармайынша, қақтығыстар мен азаптар күшеймейінше, кісі өлтірулер көбеймейінше, және барлығы байлыққа кенеліп, садақасын қабылдайтын адамды таба алмай әуреге түсетін күн туады, делінеді. Демек, бұл хадиске сәйкес қиямет діндарлардың өлуімен діни білім жоғалады дейді. Жер сілкінісі жиі болады, уақыт қысқарады, қақтығыстар мен азаптар күшейеді, ақшалай байлық кемелінен асып жатады, дейді. Әбу Хурайраның хабарлауынша, пайғамбар әңгімесін аяқтап, қиямет туралы сұраған адам қайда? деп сұрады. Бәдәуин: мен осындамын, уа Аллахтың елшісі, деп жауап береді. Сонда ол: сақтауға берілген нәрсе жойылатын, осы сәттің келуін күтіңдер, дейді. Бәдәуин: бұл қалай жойылатын болады, деп сұрады. Пайғамбар: егер іс дәрменсіздерге тапсырылса, солай болады. Содан кейін осы сәттің келуін күтуіміз керек, деп жауап берді, делінеді. Яғни, бұл хадиске сәйкес қиямет адалдық жойылғанда, билікке лайық емес адамдар отырған кезден басталады, делінген. Және Айшанамыздың былай дегені хабарланады: дөрекі бәдәуилер пайғамбарға жиі келіп, бұл қиямет қашан келеді, деп сұрайды. Ол олардың ең кішісіне қарап, егер бұған ұзақ өмір сүру берілген болса, сендерге осы уақыт ол тозығы жеткен қария болмай тұрып келеді, деп олардың өліміне меңзеу жасай отырып жауап береді, делінеді. Демек, бұл хадиске сәйкес қиямет бәдәуилердің ең кішісі қартайғанша ақсақалдардың бәрі өледі, делінеді. Және Әлидің былай дегені жеткізіледі: мен сендерге Аллахтың елшісі туралы бір нәрсе айтатын болсам, ол туралы өтірік айтудан гөрі көктен жерге құлағаным артық. Бірақ тек маған және сендерге тиісті бір нәрсені айтсам, біле білсеңдер, соғысу бұл алдау. Аллахтың елшісінің қиямет күні жақындағанда дүниедегі жаратылыстың ең жақсы сөзін айтатын жас және ақмақ адамдар болады. Бірақ олар тесілген нысанадан ұшқан жебе сияқты исламнан кетеді. Бұл адамдардың иманы олардың көмейінен шықпайды. Сондықтан бұндайларды қай жерде кездестірсеңдер де, оларды өлтіріңдер. Өйткені шын мәнінде кім оларды өлтірсе, қиямет күні, яғни қайта тірілтілу күні, сол үшін сауап алады, дейді. Бұл хадиске сәйкес қарайтын болсақ, яғни соңғы күндері жақсы сөздермен әдемі сөйлейтін жас ақмақтар шығады. Олар тесілген нысанадан ұшқан жебе сияқты исламнан кетеді. Имандары көмейінен шықпайтын, яғни имансыздар көбейеді, делінеді. Қиямет күні, яғни өлілердің қайта тірілтілетіні күні туралы Әбу Хурайра былай деген:
қиямет күні барлық адамдар есінен танады. Басқаларымен бірге мен де есімнен танамын. Сосын керней екінші рет үрленгенде мен бірінші болып тіріліп, Мұсаның Аллахтың тағының шетінен ұстап тұрғанын көремін. Және ол да басқалары сияқты есінен танама, жоқ әлде менен бұрын тіріле ме, әлде Аллах ерекшелік жасағандардың қатарында бола ма? Мен ол жағын білмеймін, делінеді. Яғни бұл хадисте қиямет күні әркім есінен танады. Мұхаммед бірінші болып тіріледі. Мұса Аллахтың тағының шетін ұстап тұрады. Мұса басқалар сияқты есінен танама, жоқ әлде бұрын тіріледі ме, әлде Аллах ерекшелік жасағандардың қатарында бола ма, ол жағын Мұхаммедтің білмейтіні айтылады. Ибн Омардың сөзінен Аллах сол күні адамдар әлемдердің Раббысының алдында тұратын күні деген сөзін Аллах елшісінің былай дегені жеткізіледі. Осылайша олардың кейбіреулері өздерінің құлақтарының ортасына дейін терге батады, дейді. Сонымен бұл хадисте қиямет күні әрбір адам құлағының ортасына дейін терге батып, Раббысының алдында тұрады, дейді. Әбу Хурайраның сөзінен Аллах елшісінің былай дегені жеткізіледі. Қиямет күні адамдар сонша терлейді. Олардың терлері жерді бойлап, 70 шынақтай биіктікке көтеріліп, кейбіреулерінің аузына жетеді, тіпті сол күні құлағына дейін жетеді, делінген. Демек бұл хадисте қиямет күні әрбір адам қатты терлейді. Олардың терлері жерді бойлап 70 шынақтай биіктікке көтеріледі. Тіпті кейбіреулерінің аузы мен құлағына дейін жетеді, делінеді. Жәннатқа кіру. Адамның жәннатқа қалай кіретіні туралы хадистерінде Әбу Хурайра былай деген: мен бірде Аллах елшісінің ешкім амалымен жәннатқа кірмейді дегенін естідім. Адамдар сұрады: сонда сен де кірмейсің бе? Деп сұрақ қояды. Сонда пайғамбар: иә, Аллах маған рахым етіп, мейіріміне бөлемесе, мен де, деп жауап береді, делінеді. Демек бұл хадис бойынша адам жәннатқа қалай кіреді деген сұраққа ешкім амалымен жәннатқа кірмейді дейді. Тіпті пайғамбардың өзі жасаған жақсылығы арқасында жәннатқа кірмейді. Тек Аллах рахым етіп, мейіріміне бөлесе ғана жәннатқа кіретіні туралы айтылады. Ибн Аббастың айтуынша, мынау сенің қауымың, олардың 70 мыңы жәннатқа есепсіз кіреді дегенді пайғамбар естіп, бұлар басқалардан өздеріне сиқыр оқуды сұрамайтындар, құстардың ұшатынына қарап жамандыққа сенбейтіндер, өздерін өртемейтіндер және Раббыларына тәуекел ететіндер, деді, делінген. Бұл хадис бойынша адам жәннатқа қалай кіреді деген сұраққа пайғамбардың 70 мың шәкірті жәннатқа есепсіз кіреді дейді. Олар өздеріне сиқыр оқуды сұрамайды. Олар басқа нәрселерге қарап жамандықтың белгілерін көрмейді. Олар Раббыларына тәуекел етеді, делінеді. Жәннатта кім болады дегенге Аллахтың елшісі кімде-кім бауырын ренжітсе, одан өзі қайтыс болмай тұрып кешірім сұрауы керек. Өйткені о дүниеде динар да, дирхам да болмайды. Оның жақсылығының бір бөлігі алынып, бауырына берілмес бұрын ол өзінің кешірімін тірі кезінде, яғни осы өмірде алуы керек. Ал егер ол бауырына жақсылық жасамаған болса, онда бауырының жаман істерінің бір бөлігі алынып, оған артылады, дейді. Демек бұл хадисте жәннатқа бару үшін бауырын ренжіткен адам өлер алдында кешірім сұрауы керек. Әйтпесе Аллах оны жақсылықтарының бір бөлігін алып бауырына береді. Немесе Аллах бауырының кейбір жаман істерін өзіңе аударады, дейді. Убада хадисте пайғамбарымыз жалғыз Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ, яғни серігі жоқ, Мұхаммед оның құлы және елшісі екеніне, Исаның Аллахтың құлы және оның елшісі, әрі Мәриемге берілген Аллахтың сөзі және Аллахтың рухы, жәннат ақиқат, тозақ ақиқат. Аллах оның істеген істеріне қарамастан жәннатқа кіргізеді, дейді. Бұл хадисте жәннатқа баратындар мынаған иман келтіріп, куәлік ететіндігі айтылады. Аллахтан басқа ешкімге құлшылық етпеу керек. Мұхаммед оның құлы және елшісі, Иса Аллахтың құлы және елшісі, Мәриямға берілген Аллахтың сөзі және Аллахтың рухы, жәннат ақиқат, тозақ ақиқат, делінген.
Бұл хадиске сәйкес, мұндай адам жәннатқа аз ғана жақсылық жасау арқылы кіреді, және оның 8 қақпасының кез келгенінен кіре алады, делінеді. Әбу Хурайраның сөзінен пайғамбардың былай дегені жеткізіледі. Қайта тірілтілу, яғни қиямет күні, адамдар 3 жолмен жиналады. Олардың біріншісі қалағандар мен қорыққандар, екінші жолмен отырғызғандар, түйелерге 2-ден, 3-ден, 4-ден, 10 адамнан, ал қалғандарын от жинайды. Олармен түскі демалу үшін тоқтаған жерінде, түнейтін жерінде, ол олармен таңды қарсы алып, және олармен бірге кеш батқанда болады, делінеді. Бұл хадисте адамдардың жәннатқа 3 жолмен жиналатыны айтылады. Біріншіден, жәннатты қалағандар мен азаптан қорқатындар. Екіншіден, түйеге 2-ден, 3-ден, 4-ден, 10-нан мінгендер. Үшіншіден, қалған адамдарды от шақырады. Ол олармен бірге болып, оларға жол бастайды, делінеді. Және Сахыл бин Саадтың сөздерінен мынадай риуаят етіледі. Пайғамбар ақиқатында ол жерге соңғысы кіргенге дейін 70 мың, немесе 700 мыңы кіреді, және олардың жүздері түндегі толған айға ұқсайды, дейді. Яғни бұл хадисте пайғамбардың үмметінен 70 мың адам жәннатқа кіреді, және олардан жақсы немесе жаман істері үшін есеп сұралмайды. Олардың жүздері айдай жарқырайды. Үкаша ибн Михсан пайғамбардан осы адамдардың бір бөлігі болу үшін дұғада Аллахқа жүгінуді сұрайды. Пайғамбар ол үшін Аллахқа дұға етті. Басқа біреу сұрағанда пайғамбар одан бас тартты, делінеді. Әбу Саид әл-Худри бірде пайғамбар қайта тірілетін, яғни қиямет күні, Аллах, ей адам, дейді. Адам, міне, мен сенің алдыңдамын, және саған қызмет етуге дайынмын, және барлық жақсылық сенің қолыңда, деп жауап береді. Аллах, тозақ тұрғындары мен оған лайықтыларды басқалардан ажыратыңдар, дейді. Адам сұрайды, уа Раббым, тозақтықтар кімдер? Аллах былай дейді. Әр мыңның 999-ы, және осыдан кейін кішкентайлардың, яғни балалардың шаштары ағарады, және әрбір жүкті әйел өзінің жүктілігін тастайды. Және адамдар мас болмаса да, бірақ сен оларды мас күйінде көресің. Аллахтың азабы қатты болады, дейді. Бұл сахабаларға қиындық туғызып, жүздері өзгеріп, олар, уа Аллахтың елшісі, қайсысымыз тозақ отынан құтыламыз, деп сұрайды. Бұған пайғамбар былай деп жауап береді. Қуаныңдар, сендерден бірің, ал мыңы халықтардан, Яжуж бен Мәжужден болады, деп жауап берген соң, менің жаным арналғанның атынан ант етемін. Сендерді жұмақ тұрғындарының 4-тен 1 бөлігін құрайды деп үміттенемін. Сосын біз Аллахты ұлықтадық. Сосын пайғамбар, мен сендердің жәннат иелерінің 3-тен 1-ін құрауларыңнан үміт етемін. Сосын біз Аллахты ұлықтадық, және оны мадақтадық. Сонда пайғамбар былай деді, мен сендердің жәннат иелерінің жартысын құрауларыңнан үміт етемін. Сосын біз Аллахты ұлықтап, оған мадақ айттық. Пайғамбар, бірақ басқа адамдармен салыстырғанда, сендер ақ өгіздің терісіндегі қара жүні сияқтысыңдар. Немесе қара өгіздің терісіндегі ақ жүні, немесе есектің аяғындағы дақ сияқтысыңдар, делінеді. Хадисте адам атадан тозаққа бұйырылған адамдарды әкелуін сұралатыны айтылады. Аллах оған 1000 адамнан отқа түсетін 999-ын әкелуін бұйырады. Пайғамбардың бұл сөзін естіген мұсылмандардың көңілі түседі. Олар, қайсымыз оттан аман қалып бақытқа ие боламыз, деп сұрайды. Ол, 1000 адам Яжуж бен Мажуждан болады, ал кім құтқарылса сендерден болады, деген сүйінші хабарды қабылдаңдар, деп жауап береді. Пайғамбарымыз, мен сендердің жәннат тұрғындарының 3-тен 1-ін құрауларыңнан үміттенемін, дейді. Барлығы Аллаху акбар деп дауыстады. Сонда пайғамбарымыз, сендердің жәннат тұрғындарының жартысы болуларыңнан үміт етемін, делінген. Әбу Саид әл-Худридің сөзінен Аллах елшісінің былай дегені жеткізіледі. Мүміндер оттан құтылған кезде олар жәннат пен тозақ арасындағы көпірде тоқтатылады.
Онда адамдар бір-біріне дүниеде жасаған әділетсіздіктерін бір-бірінен талап етеді. Сосын олар күнәларынан тазарып болған соң, оларға жәннатқа кіруге рұқсат беріледі. Мұхаммедтің жаны қолында болғанның атымен ант етемін. Олардың әрқайсысы дүниеде өз үйін тапқаннан да, жәннатта әркім өз үйін табуы оңайырақ болады, делінеді. Бұл хадисте мүміндер тозақ отынан құтылғаннан кейін, олардың жәннат пен тозақ арасындағы көпірде тоқталатыны туралы айтылады. Бұл дүниеде бір-біріне жасаған зұлымдықтары үшін өзара жазаланады, және жаза арқылы тазарғаннан кейін жәннатқа кіреді, делінеді. Тозақ отындағы жаза туралы Ан-Нуман ибн Башир: мен пайғамбардың былай дегенін естідім. Ақиқатында қайта тірілтілетін, яғни қиямет күні тозақ тұрғындарының ішінен біреуіне ең жеңіл азап беріледі. Оның екі табанының астына жанып тұрған көмірдің екі шоғы қойылады. Осылай оның миы қазанның немесе тар мойны бар ыдыстың қайнағаны сияқты қайнайды, дейді. Бұл хадисте тозақ отының жазасы былай түсіндіріледі: ең жеңіл жаза жанып тұрған көмірдің шоғы адамның табанының астына қойылатыны. Осылай оның миы қайнайтындығы туралы айтылады. Иса әл-Мәсіхтің екінші рет көктен түсуі туралы және адамдар оны қалай тани алатыны жайлы Әбу Хурайрадан жеткен хадисте айтқан сөздерінен Аллах елшісінің былай дегені жеткізіледі: жаным қолыңда болған Алланың атымен ант етемін. Расында, Мәрием ұлы жақын арада саған әділ үкім шығарушы болып келеді. Крестерді сындырып қиратып, шошқаларды құртатын болады. Осыдан кейін ақшаның сонша көптігінен жизаны ешкім қабылдамайтын болады. Егер қаласаңыз, міне оқыңыз. Кітап иелері Исаға өлуінен бұрын әлбетте иман келтіреді. Және қиямет күнінде ол оларға куә болады, делінеді. Яғни, Иса әл-Мәсіх туралы бұл хадистерде былай делінген: жақында ол мұсылмандардың арасында әділ үкім шығарушы болып келеді. Крестерді сындырып қиратады, шошқаларды құртатын болады. Жизаны, яғни мұсылман еместерге салынатын салықты жояды. Ақша көп болады. Қайырымдылық сыйлықтарды ешкім қабылдамайтын болады, делінеді. Ибн Аббастан риуаят етілген хадисте, бір күні пайғамбар: мен көкке көтерілген түні Мұсаны көрдім. Ол қара, ұзын бойлы, бұйра шашты Шануа тайпасының адамы сияқты көрінді. Және мен Исаны көрдім. Ол орташа денелі, орта бойлы, өңі ақшыл келген, тік шашты екен. Және тозақтың қорғаушысы Мәлікті көрдім. Және Әд-Даджалды көрдім, деп айтты, дейді. Бұл Аллахтың оған көрсеткен белгілерінен. Олай болса, онымен кездесетініңе күмәнданба, делінеді. Және Әбу Бәкірдің сөздерінен пайғамбардың былай дегені жеткізіледі: Мединаға Әд-Даджалдан қорқыныш кірмейді. Өйткені сол күні оның 7 қақпасының әрқайсысында 2 періштеден болады, делінеді. Келтірілген хадисте Иса әл-Мәсіхтің физикалық ерекшеліктерін сипаттайды. Ол орташа бойлы, орташа денелі және өңі ақшыл келген, тік шашты, делінеді. Былай деп Әбу Хурайрадан риуаят етіледі: дүниедегі және ақиреттегі адамдардың ішінде мен Мәрием ұлы Исаға ең жақынмын. Пайғамбарлар бір әкеден ағайынды, аналары басқа, бірақ діндері бір, делінеді. Бұл хадис Мұхаммед пайғамбардың Исаға деген байланысын, яғни қатынасын көрсетеді. Яғни, Мұхаммед пайғамбар Исаға адамдардың ішіндегі ең жақыны, делінеді. Және барлық пайғамбарлар әкелері жағынан бауырлар. Олардың аналары әртүрлі болғанымен, олардың діні бір, делінеді.